Сәлем достар, менің есім Серік, бизнес-маркетологпын, интернет-маркетологпын. Соның ішінде жалпы таргетинг, көптеген құралдар бар. Таргетинг, SMM, контекстный жарнама, қазір чат-боттар шығып жатыр. Жалпы бір жылдан бері осы бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде өкіл болып келемін Ақтау қаласында. Бір жылдың ішінде енді көптеген тәжірибе жинадым. Көптеген адамдарға жалпы кездестім. Мен жалпы сатылым алып келетін 1 минуттық видеода түсіремін. Интернет трафик деген жалпы өзімнің Instagram парақшам бар. Интернет трафик деп қосып іздеп тауып алсаңыздар да болады. Немесе осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кетермін. Так, бүгінгі тақырып таргетинг туралы болады. Таргетинг деген не? Жалпы таргетинг деген дәлдеу, былай айтқанда, тікелей аударғанда. Дәлдеу деген сіз жарнама жібересіз, жарнамаңызды дәл өзіңіздің аудиторияңызға жібересіздер. Аудитория дегенді жалпы түсінетін шығарсыздар. Мысалға сіз аяқ киім сататын болсаңыз, мысалға ер адамдардың аяқ киім сататын болсаңыз, сіз әйел адамдарға таргетинг жібермейсіз. Сіздің ер адамдар нақты және жасы 18-ден 22-ге дейінгі балдар алады. Сіздің осы ботинкаңызды деген сияқты. Соларға ғана көрсете аласыздар жарнамаңызды. Өзіңіздің сізден алу мүмкін адамдарға дәлдеп тұрып жібересіздер да. Таңдаған кезде жерін таңдайсыз, жасын таңдайсыз. Ол неге қызығады, қандай нәрселерге қызығады, соны таңдап, сол қызығушылықтары арқылы оларға сіз көрсетіп бере аласыз. Мысалы, ботинки сатасыз ба сіз? Обувь, мужская обувь, жаңағыдай атын жаз, качественный обуви деген сияқты. Солай таңдап интерестеріне. Солай жіберсеңіз, сондай ботинкилерге қызығып жүрген адамдардың алдынан сіздің рекламаңыз шығатын болады. Олар алуға көп мүмкіншілігі болады, өйткені қызығып жүргеннен кейін олар алып қалу мүмкін. Сондықтан таргетинг жарнама деп аталады. Таргетинг жалпы Facebook'ке және Instagram'ға жіберуге болады. Жалпы VK-ларға да жіберуге болады. Бүгін бірақ қарастыратынымыз көбіне ең мықты әлеуметтік желілердің бірі сол Instagram және Facebook. Соған таргетинг жіберуді үйренеміз. Демек, таргетинг жарнамасын жіберу үшін ең әуелі сізде Facebook аккаунт болу керек, міндетті түрде. Кімде Facebook аккаунт жоқ, ол Facebook'қа тіркелу алсын. Facebook'қа тіркелу қатты қиындық әкелмейді деп сенемін. Білмейтін болсаңыздар, YouTube'қа жазсаңыздар болады. Открыть Facebook аккаунт деп сол жерде барлығын көрсетіп береді. Сол тіркелгеннен кейін жалпы сол кеттік, ендеше нені ашайық? Google'ды, Яндексті, кез келген. Facebook басамыз. Осындай деп шығады. Facebook'қа кіреміз. Аккаунты бар адамдар болса, рескі аккаунттың ішіне кіріп кетеді. Менің Серік деген аккаунтым. Осы менің жеке аккаунтым. Кімде жоқ болса, регистрация деп шығып тұрады. Ол жерге телефон нөміріңіз теріп, астына пароль қоясыздар, регистрация деп өзіңіздің ат жөніңізді ары қарай толтырасыз. YouTube'тан қарап алуға болады, егер таба алмай жатсаңыз, қиындық тудырып жатса. Шығыңыздар, жалпы оғанда қалай тіркелу керек туралы, жалпы Facebook аккаунт, Instagram аккаунт қалай ашу керек екен туралы бір видео түсіріп беремін сіздерге. Түсінікті ғой, Так, Facebook аккаунты бар адамдар болса, міне кеттік. Осыған кіреміз. Мына жерде Серік, главное создать, осылай деп шығып тұрады, мынау мессенджер. Сосын мына жерде 3 кнопка болады көп адамдар. Кейбір кісілерде мына жерде создать деген батырма болмау мүмкін. Ондай кезде қам жемеңіздер, мына 3 ішінде болады. Создать страницу деп тұрады. Жалпы тағы да бір түсіндіре кетейін, бұл сіздің аккаунтыңыз болса, бұл аккаунтты жалпы базар деп елестетіңіздер. Ал ол базардың ішінен бірдеңе сату үшін ішінде бутикке бөлінеді, дұрыс па? Мына жерде ботинка сататын, бутик, мыяқта киім сататын, мыяқта овощ сататын, тағы не бар? Мыяқта қыртым сататын, мелочь сататын, мыяқта стройматериал сататын бутиктер болады. Әр нәрсенің ішінде әр сататын нәрсе өзі отдельный бутик болады.
бір бутиктің ішіне бәрін тығып қоя алмайсыз ғой. Сіз киімді де, ботинкini де, стройматериалды да, овощины да бөліп сатасыз. Бұл жерде де дәл сондай. Мынау аккаунт сіздің базарыңыз болса, бұның ішінен сіз страница ашасыз. Мысалға, бір адам аяқ киім тестировать етіп қарау мүмкін, жарнама жіберіп. Бір адам жаңағындай өзінің қызметін сатуы мүмкін. Бір адам, мысалы, 10 түрлі таргетинг жарнамасын жіберу мүмкін. Мысалға, 10 түрлі тауарға. Овощи, мовощи, біреулер жаңағы сотка, біреулер аксессуар, сотканың чехолы. Соның әр қайсысына сіз страница, парақша ашуыңыз керек. Сотканың қабығын сататын болсаңыз, жаңағындай чехолдарын, оған отдельно страница ашасыз. Киім сататын болсаңыз, отдельно страница ашасыз. Бұның ішінен 100 страница аша берулеріңізге болады бір аккаунттың атынан. Түсінікті ғой, ендеше сол страницаны қалай ашуды үйретейін мен сіздерге. Ол үшін создать деген кнопканы басасыз, болмаса мына жерде басасыздар да, осының ішінде создать страницу деген тұрады, осы жерде соны басасыздар. Міне, страницу создать, страницу басасыз. Мынандай екі бет шығады: компания или бренд, сообщество или публичная личность. Бізде компания брендті басамыз, начать. Сізге тест ретінде ашып көрсетейін. Мен тестте жазам. Сіздер өзі аяқ киім сататын болсаңыз, мысалы, брендті аяқ киіміңіздің атын жазсаңыз болады, немесе өзіңіздің қойған атыңыз кез келген компанияның аты болу керек негізінде. Кейбір адамдар, мен әлі үлкен компания емеспін, маған ат керек емес, мен әлі дымым жоқ деген болады. Жоқ, олай емес. Сіз бір нәрсе ашасыз ба, міндетті түрде ат қоюыңыз керек. Мен пока тестте қоям. Сосын мына жерде мен товар или услуга болса, услуга деп жазған кезде міне товар и услуга деп шығады. Товар болса да, услуга болса да, осыны таңдаңыз. Ең оңайы. Ештеңе толтырмайсыздар. Және продолжитті басасыз, кішкене күте тұрасыз. Страница, парақша ашылады. Жалпы кез келген тестілейтін болсаңыз, как логотип қойып, атын қойып, солай ашу керек болады. Міне мына жерде де тоже сурет сұрап тұр. Бұл жерде пропустить баса береміз. Тағы да екіншісіне де пропустить басамыз. Сізде міне страница ашылды. Міне менде тест деген страница ашылды. Мына жерде сурет жоқ. Мына жерде де сурет жоқ. Жаңағы екі сурет осы жерде сұрап тұрды. Сурет қойғыңыз келсе, сіздің мына жерде логотип болу керек. Жалпы логотип әр адам өзінің мекемесінің, мысалы, компаниясының логотипі болу керек. Мысалы, уақытша бір сол ботинкаға қатысты суреттер қоюға да болады. Ол үшін әрлеу дейді. Ол страницаны әрлейміз. Басамыз. Изменить фото деп шықса, мына жерде міне загрузить фото деген болады. Бұны басамыз. Сіздің компьютеріңе өтеді міндетті түрде. Сіздің компьютеріңізде бір болу керек. Суретіңіз болу керек. Интернеттен жүктеп алуыңыз керек, немесе өзіңіз түсіріп алған бір жаңағындай тоже ботинка сататын болсын, ботинка туралы сурет болу керек. Мен примерно осы суретті алып қоям. Міне мына жерге жүктеледі. Осылай деп тұрады. Осылай деп сохранить. Это фото маленькое размера дейді. Ну ладно. Кішкентай болса да сохранить етіп жатыр. Міне осылай. Өйткені сіздің таргетинг жібергенде осы страницаңыздың атынан кетеді. Суреттері болса өте сенімділеу болады. Мына жерге де басамыз. Бұл жерде де загрузить фото, видео деген болады. Тоже бұл жерде мысалы камераның суретін алып қояйын. Сіз әрқайсыңыз өзіңіздің суретіңізге қатысты. Тоже мына жерде сохранить деген басамыз. Не, осылай әрленді жалпы.
Жалпы осылай әрлеп аласыздар. Бұл сіздің страницаңыз уже тест. Сіз өзіңіздің атыңызбен ашсаңыз, сізде страница ашылады. Кешіріңіздер, телефонмен жауап беру керек болып қалды. Міне осы ашылды. Так, енді бізге тек қана таргетинг жарнамасын жіберу қалды. Оған да бастап кірсек, сосын арт жағын келесі екінші сабақта өтетін боламыз. Ол үшін де бастап кірісу үшін міне тағы да создать дегенді басамыз. Жоқтары мына жерде кіресіз, создать рекламу деген болады, осы жерден тауып аласыздар. Создать, мына жерде рекламуды басамыз. Кішкене күте тұрасыз. Күте тұрасыздар кішкене. Міне алғашқы беті. Сіздерге ыңғайлы болу үшін мына жаққа қарап отырасыздар, сол жаққа қарай. Компания 3 группа тұр. Группа объявление, реклама деген 3 бөлек. Біз міне көк түс жанып тұр. Біз демек компания деген графада тұрмыз, және цель деген нешінде тұрмыз, бетінде. Әрбір жіберейін деп жатқан таргетинг рекламаңыз, сіздің жарнамаңыз қандай мақсатта? Сізде сайт болатын болса, трафик таңдайсыз, вовлеченность деген ол жарнамаңызды көп адамға көрсету, жаңағыдай Instagram парақшаларыңызды вовлеченность. Міне узнаваемость, лид, конверсия. Лид деген жалпы нөмірлер алып қалу. Біз жалпы осы генерация лидов деген цель, мақсат бойынша ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Екінші сабақта осыны ары қарай кіріп ары қарай жалғастыруды айтып беремін. Қош сау болыңыздар, екінші сабақта кездескенше.